Августада клубникаларымызға күтім жасауымыз керек. Мына арамшөптерді міне олар әлі беріп жатыр. Жақсы. Мына Альбион деген сорт, негізі өте үлкен ірі беретін сорт. Бізден қателіктер кетіп, шамалы кішкентай беріп жатыр нелері. Оның біреуі әлгі мына осындай бергенін күтпей, ертерек улап алуымыз керек еді. Соны уламағандықтан оған жапырағына бірнеше нелер түсіп, кішкентай насекомдар. Соның кесірінен жапырақтарын түте-түтесін шығарт біразын. Құстар да түсіп, міне мынау жаңа насекомдардың жапырақтарын жегені. Неке дым жақсы үлкен клубника беретін Альбион деген сорт. Енді міне күз болды деп мұрттарын тастап атым. Негізі мұрттарын бәрін жұлып тастап отыр едім. Мұрттарын қазір қалдырып атырым. Бір витамин беріп шығайын деп, органикалық бір витаминді үстеріне шашып шығайын деп атым. Мынадай арасында қурап қалғандары болды. Бұның себебі тамырының шірігені. Ол неден болады дейсіздер? Ол бір жерден, жер саз болды. Сол саз жерге ұзақ бір 10 күндей жауын жауып еді. Содан кеппей тамыры шірген. Оған да қарсы алдын ала жасалатын дәрілер бар екен. Алдын ала солар жасасам, жаңағыдай қатты жаңбырлардың шіруінен сақтайды екен. Бірақ негізі жердің саз болмаған дұрыс. Мен клубника өсіргендегі бірінші түсінгенім, жер ауа барып тұратын борпылдақ саз емес топырақ болу керек. Көңмен араластырсаңыз. Болмаса мен мынада биогумус салдым бет жағына, но сазды бәрібір жеңе алмайды. Сазды көңмен араластырып жеңуім керек еді. Или покупной чернозем салу керек еді. Мынау не істеді десеңіз, мынау жаңағы нелердің кішкентай қара, осындай гусеница сияқты құрттардың жасағаны. Міне қарап тұрсаңыз, дым жақсы клубникалардың далдылын шығарған. Жапырағын бәрін жеп қойғасын, бастары да дұрыс жеміс бермей жатыр. Ал негізі өте жақсы жеміс беретін, неке басының бәрінде гүл салып тұрған керемет клубника. Неке бұл жаңағы сіздерге сабақ болсын деп айтып жатырмын. Мынандай қылып құрт жегуге жеткізбеу үшін біз жаңа қазақшылықпен бірдеме жемесе қарамаймыз ғой. Бәрі жақсы деп у деген зиян деп. Негізі уды сол профилактика ретінде ертерек мынаны гүлдеп атқан кезінде жеміс бермей қолдану керек уды. Сол кезде анау-мынау бүкіл нелерді жаңағы личинкаларын жандай гусеницаның анау-мынау қара құрттарын бәрін өлтіріп аласыздар. Мынадай жағдайға жеткізбейсіздер. Артынан жеміс салып болғаннан кейін мұндай қатты улармен улай алмайсыздар. Уже жеміс бар ғой. Жеміске зиян болады. Жеңіл жаңа фитоверм сияқты улармен улайсыздар. Олар жеңіл әсер етеді. Әлгі анау-мынау құрттарға кейде әсер етпей қалады кейбіреуіне. Но мынаның өзі мен кеш көріп қалғанымнан, әйтпесе фитовермді біраз нені жеңеді екен. Сол фитовермді бергеннен кейін міне қазір астарында ешқандай жоқ құрттар. Бәрі кетіп қашып кетіпті. Бірақ жегенге жеткізбей улағаным дұрыс еді. Міне жақсы клубникалар тұр. Жапырағының түрін кетіріп тастаған сол жаңа құрттар. Әйтпесе өте жақсы береді. Негізі мына теплицада 1,5 келі беру керек қой бұл сорттар. Ал ашық грунтта 400 грамм әрқайсынан алу керек біз. Расчет жасаған кезде бизнес планға солай жасайсыздар. Менде жасаған көп қателіктерім. Сосын құстар жау бұған. Құстардан қорғауды да алдын ала қарастыру керек. Құстар міне осындай мөлдіріп тұрған жемісті келетті, дымын қалмай жеп кетеді. Гүлдеріне формировка жасап, артық гүлін алып тастап тұру да керек. Мен бірінші гүл деген гүлін жұлдым. Содан кейінгі мынау екінші гүл дегені, міне қараңыздар, өте көп тәжік. Бұлар күзге таман, қара күзге қарай 3-ші ретті гүлдейді екен. Мен енді қазір бұларды екінші гүлдетсем де жарайды. Уже мен мұрт жіберіп жатырмын. Тұқым алып қалайын деп. Кейбір жандай шіріп, жандай қара шірік түсіп тамырына, міне мынандай болып өліп қалады. Бұның себебі андай медведка, бұзаубас тима, астында құрт емес ешқандай, мен қазып қарадым, тамырының шірігені. Ол неден болған? Ол жаңа саз жерден. Сондықтан клубника егетін жамағат ең бірінші жеріңіз дұрыстап алу керексіздер. Жер борпылдақ суды ұстап тұрмайтын сондай болу керек. Неге клубниканы көбісі теплицаға егеді? Себебі су сондай көп жаңбырлар, 10 күн деп жаңбырлар жауып, тамырын шіріп жүрмес үшін. Осылай шіріп кетпес үшін да
осы за сезон 3 рет профилактика беру керек екен. Жаңағыдай бір дәрілері бар өзінің сол тамырдың шіруіне қарсы. Солар берілген болса, бұндай жағдайға жетпес еді. Бұл енді мен бірінші жылым болғандықтан мен оны білген жоқпын. Ал әйтпесе, оның жеміс беруінің кемі жоқ. Өте жақсы беріп тұр, бәрі бастары салып тұр. Тек қателік жіберген бізден болды. Неке. Мынандай болды, дал-дұл қылып жеп қоюы сол уламағаннан. Былтыр мысалы мен қырғын капуста ектім 10 сотка жерге. Сонда агрономның айтуы бойынша мен ол капустаны 2-3 күн сайын улап тұрдым. Себебі гусеницалар, көбелектер келіп, личинка салып кетеді, капустаның ортасын жеп қояды. Мынаны маған мен білмей қалғанмын ғой, бұны да улау керек екен. Мінекей, сол сөйтіп клубникалардан жасаған істерге қателіктерімді айттым. Енді қазір мен жаңағы мыналарға мұрт жіберердің алдында тағы бір удобрение берем. Қазір соны көрсетемін сіздерге. Сол удобрение беріп, бұларын шамалы күшейтіп алу керекпін. Жақсылап мұрт салсын. Келесі жылға көшет алып қалам. Бұлардан бөлек көбейту мақсатында сол көшеттерді қазір көрсетем. Әрі клубниканы жандай өзінің сол Европадан алдырған бағасын, жаңа көшетті Европадан алдырдым ғой, өзінің несін қайтару үшін ақшасын жалғыз клубника сату емес, көшет сатуға да болады. Себебі бұл жақсы, өте жақсы нестелген тұқым, жаңа өте көп беретін. Мен кейбір бастарына өзім риза болам. Бастарындағы жемісі деген өте көп. Мынау міне қазір міне күз болып қалды, уже сентябрь әлі толып жатыр басы. Мен бірақ уже мұрт қойдым. Мұрт қойғаннан кейін бұлардың жеміс беруі тоқтай бастайды. Күшінің бәрі мұртқа кетеді. Мен солай істеуі жөн көрдім. Сені жапырақтарын құрттардан не істедім ғой, күрестім ғой. Содан кейін бұлар демалсын деп. Жеміс бермесін, енді демалсын, мұрт берсін деп жатырмын. Қазір беретін удобрениенің түрі гуми деген природный эликсир дейді. Бұл органический удобрение. 3 сотка арналған дейді. Как раз менің жерім, сол ана клубника тұрған жер 3 соткадей жер. Сол 500 литрлік суға мынау кетеді екен. Ол үшін мына ішіндегі маточный растворды ең бірінші мен 600 мг суға езіп алу керек екен. 600 деген примерно мына жарты литрлік банка дейміне. Мынау соған езгенім алдында. Сондай банкаге мен мынаның бәрін іші қою, жұмсақ паста біразын соның бәрін езіп алу керекпін. Сосын езгеннен кейін сол езге маточный растворды жерге құйған кезімде мына жерде 15 мг деді полив. 1 столовый ложканы 10 литр суға араластырып, 10 литр су дегеніміз 1 лейкі. 1 лейкіге сол 1 столовый ложка осы мына езгенімді араластырып, барлық клубниканың жаңағы балаларына, мұрттарына да өздеріне де құйып шығуға жетпін. Мынау привикур деген қымбат бұл жаңағы бірақ қымбат болғаны қатты әсер етпейді, қатты зияны жоқ, тиімділігі жоғары. Жеміс беріп тұрған кезінде қара шірікті тоқтату, тамырға жаңа тамырлар өсуіне стимуляция жасау. Соған арналған привикур деген 15 мг, бұнда 10 литр суға. Осымен бірге, мынаумен бірге құйып шығамыз. Мынау жаңа маточный раствор. Бұл деген қаймақ құсап езіліп болмайды. Бұны ұзақ езіп алу керек. Сосын осының бір қасығын бір неге 10 литрлікке қиястар, бір ас қасығын. Мынаны қою нені әбден езіп алып, сосын бәрінің үстіне құйып шығасыздар. Бұл ешқандай ащы емес. Осыны жасап атқан кезде жаңа привикурды да қосып жіберуге болады. 15 мг жаңа 10 литр суға. Әр затты бастарда білім керек екен. Сонда осындай жақсы клубникалар теріп, оны сатып, жақсы пайда тауып, өзіңіздің еңбегіңізді ақтай аласыз. Бәрі білуге, алдын алуға байланысты. Дәрілерден қашпаңыздар, улап тазалап тұрыңыздар.